Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында крафтский колбасаны дайындайтын боламыз. Бұл колбасаның дәмі өте ерекше, жасау жолы қиын емес. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал енді кеттік. Ең алдымен 500 грамм фаршымызды өлшеп аламыз. Ол фаршымыздың температурасын өлшейміз осылай термометр арқылы. Етіміздің температурасы 11 градустан аспау қажет. Егер де 11 градустан асып кеткен жағдай болса, қажетті дәрумендері шығып кетеді. Сондықтан да фарштарыңыз салқындатылған болу керек. Енді осы фаршымызға крафтский колбасасына арналған специй, нитритная соль және ас тұзын қосып, жақсылап араластырып, 12 сағатқа маринадтауға қоямыз. Бұл 12 сағатта нитритная соль еттің құрамындағы артық бактериялардың бәрін өлтіреді. Және де етімізге қызыл түсті түс береді. Енді 12 сағат өткеннен кейін дәл осылай сиырдың шегін алып, етімізді өткізіп аламыз. Арасында ауа қалып кетпеу керек. Ауа қалып кеткен жағдай болса, ол жерде еттің сөлі жиналады. Сондықтан да мұқият болып, ауа қалдырмауға тырысыңыздар. Егер де мен осы видеом сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей енді осы арнайы шпагат деген жіппен мықтап байлаймыз. Ал енді осы колбасамызды пеште 80 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Дайын болу температурасы 70 градустан асуы қажет. Ол температураны біз термометрдің көмегімен біле аламыз. Мінекей қараңыздар, колбасамыз дайын. Реңі ашық қызыл түсті. Дәмі өте керемет шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.